Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары? Математика пәні 146-шы сабақ 2 шамалмен орындалатын есептерді шығару. Сен есептердің модульдеуді үйренесің. Балалар, бірінші тапсырма: кестені пайдаланып, есептер құрастыр. Өзіміз, балалар, осы кестені қарай отырып, есептер құрастырайық. Мысалы, балалар киноға кіру билеті 450 теңгеден 2 дана, балмұздақ 200 теңгеден 3 дана. Барлығы қанша теңге төледі? Сол сияқты тағы да басқа есептерді құрастырып үйренейік және шығарайық, кәне балалар. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Сурет бойынша есеп құрастыр, оны шығар. Бір шығынның бағасы 125 теңге тұрады. 4 шығын белгісіз. Ендеше 4 шығынды табу үшін біз не істейміз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 125-ті көбейтеміз 4-ке. 125-ті 4-ке көбейтсек қаншаға тең болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 500-ге тең болады. Ендеше 4 шығынның бағасы қанша теңге тұрады екен? Дұрыс айтасыңдар, балалар. 500 теңге тұрады екен. Енді ары қарай шығарайық, балалар. Әсі. 1 конфет 136 теңге. 7 конфет белгісіз. Ол үшін не істейміз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 136-ны 7-ге көбейтеміз. Сонда 7 конфеттің бағасы шығады. Сурет бойынша есеп құрастыр және оны шығар. 1 шоколад 248 теңге. 3 шоколад қанша теңге белгісіз. Оны табу үшін не істейміз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 248-ді 3-ке көбейтеміз. Сонда барлық 3 шоколадқа қанша теңге ақша жұмсағаны шығады. Түсінікті болса, балалар, дәптерімізге өзіміз шығарып алайық. 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Болды 700 теңге. Не сатып аласың? Балмұздақ 420 теңге, вафли 140 теңге, шоколад 125 теңге, қалды белгісіз теңге. Ендеше, балалар, бірінші шешуін табу үшін 700 азайту жақша ішінде 420 қосылған 140 қосылған 125, 420 қосылған 140 қосылған 125 болады 660 теңге. Ендеше 700-ден 660 теңгені азайтсақ қанша теңге қалады? Дұрыс айтасыңдар, 15 теңге қалады. Жарайсыңдар, балалар. Ары қарай есепті өзіміз шығарып көрейік. 700 теңгеден не сатып аласың? Өз нұсқауыңды жазып көре ғой. Балалар, енді 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. Саябақта 436 адам қыдырып жүр. 125 демалушы ер адам. Әйелдер олардан 2 есе артық. Қалғаны балалар. Саябақта барлығы неше бала қыдырып жүр? Бірінші, балалар, не істейміз? Әйелдер санын. Содан кейін ер адамдар мен әйелдер санын табамыз. Содан кейін балалар санын табамыз. Саябақта барлығы қанша бала қыдырып жүргенін шешіп көрейікші, кәне балалар. Орнымызда отырып, орындап көрейік. Бірге отырып, тексереміз. Балалар, 4-ші есепті шығарып болсақ, тексеріп көрейік. 125 көбейтілген 2 тең 250, ол әйелдер саны. 125 қосылған 250, 375. Ер адамдар мен әйелдер саны. Енді бізге белгісіз балалар саны. Барлығы қанша бала еді? 436 адам еді. Одан 375-ті азайтсақ, 61 қалды. Саябақта барлығы 61 бала қыдырып жүр екен. Ары қарай есепті көрейік, кәне балалар. Саябақта демалып жүрген балалардың 46-сы балалар қалашығында. Ал одан 4 есе көп бала әртүрлі аттракциондарда ойнап жүр. Аттракционда неше бала артық ойнап жүр? Ендеше, балалар, бұл есепті өзіміз шығара аламыз ба? Шығарып көрейікші. Балалар, 4-ші есептің әсін шығарып болсақ, тексере қояйық. Аттракциондағы бала санын табу үшін 46-ны 4-ке көбейттік. 184 шықты. Енді, балалар, бізде аттракционда неше бала артық ойнап жүр дейді. Ендеше біз 184 пен 46-ны азайттық. 138
Аттракционда 138 бала артық ойнап жүр екен. Балалар, сендердің де есептерің дәл осындай болып шықты деп ойлаймын. 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар деген. Бұл жерде балалар, ненің суретін көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Балмұздақтың суретін көріп тұрмыз. Рожок балмұздағы 200 теңгеден 3 дана. Құйылмалы балмұздақ 250 теңгеден 2 дана. Ендеше балалар, олардың санын тауып алу үшін 200-ді 3-ге және 250-ді 2-ге көбейтеміз. Барлығын тауып алу үшін қандай амалды орындаймыз? Дұрыс айтасыңдар. Қосу амалдарын орындаймыз. Ендеше қане балалар, 200-ді 3-ге көбейтіп көрейікші. Қанша болады? Дұрыс айтасыңдар. 600 болады. 250-ді 2-ге көбейтіп көрейікші. Дұрыс айтасыңдар. 500 болады. Ендеше 600-ге 500-ді қоссақ қанша болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 1100 теңге болады. Ендеше жауабы барлық балмұздаққа қанша теңге төлеген екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. 1100 теңге ақша төлеген екен. Жарайсыңдар балалар. Енді дәптерлеріңе әдемілеп жазып ала қойыңдар. Балалар, енді 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. 3 автобуста 25 баладан, 5 автобуста 38 баладан, барлық бала белгісіз. Ендеше балалар, бұл есепті шығару сендерге қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Кәне бәріміз отырып, есепті шығарып көрейікші. Бірге отырып, тексереміз. 6-шы тапсырманы болсақ, тексеріп көрейік балалар. 25 көбейтілген 3 75. Яғни 3 автобустағы балалар саны. 38 көбейтілген 5 198. 190. Ол 5 автобустағы балалар саны. 75 қосылған 190 265. Ол барлық балалар саны. Ендеше балалар, өрнек түрінде 25 көбейтілген 3 қосылған 38 көбейтілген 5 тең 75 қосылған 190. Тең болады 165-ге. Жауабы 165 бала. Балалар, енді 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Диаграммада саябақта демалушылар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырып көр. Кәне балалар, бәріміз бірге отырып, сұрақтар құрастырып көрейікші. Күлкі бөлмесіне неше адам кірді? Аттракционда неше бала ойнап жүр? Кинотеатрға неше адам билет алды? Қайықпен серуендеген адамдарға қарағанда саябақтағы серуендеген адамдардың нешеуі артық? Саябақтағы адамдардың ең аз демалатын орны қай жер? Тағы қандай сұрақтар қоюға болады балалар? Сендер қандай сұрақтар қояр едіңдер? Балалар, бізге 8-ші тапсырмада теңдеулер берілген. Біз теңдеу шешуді білеміз ғой? Я, ендеше теңдеулерді өзіміз шешіп көрейікші. Бірге отырып тексереміз. Балалар, 8-ші есепті шығарып болсақ, теңдеуді тексеріп көрейік. Мәні 500-ге тең болды. Ары қарай тексерейік. Қаншаға тең болды? 843-ке. Сендердің де мәндерің 843-ке тең болды ма балалар? Жарайсыңдар. 520-ға тең болды. Жарайсыңдар балалар. Теңдеуді біз өте жақсы шығардық. Күнделікті ашайық. Үй тапсырмасын жазайық. Бүгін қалған білімді ұмытпай есте сақтап алайық. 7-ші есептің әсі және 8-ші есептің соңғы теңдеуді шығарып келеміз. Балалар, енді бағдаршамның суретін салып көрейікші. Егер бүгін жақсы жұмыс істедім дегендер, маған жасыл түсін бояп қойыңдар. Орташа жұмыс істедім дегендер сары түсін. Мүлде жұмыс жасамадым, нашар жұмыс істедім дегендер қызыл түсін бояп суретке түсіріп, WhatsApp желісі арқылы жібере қойыңдар. Жарайсыңдар балалар, сендер бүгін өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Сау, саламатта болыңдар.